Облыс орталығынан шамалы ғана шақырым жерде экологиялық апат орын алу қаупі бар. Тараз қаласында кәріз құбырлар мен өнеркәсіп орындарын қалдық сулар құйылатын арнайы фильтрация алқабының жағдайы сын көтермейді. Оның аумағы жылдан жылға ұлғайып барады. Түйткілді мәселені тек тазалау құрылғысынан орнату арқылы ғана шешуге болады. Әзірге мәселенің мән-жайы анықталып жатқанда қаладан шыққан қалдық су тікелей жерасты суына қосылуда. Толығырақ тілші бейне материалында. Тараздағы ауыз су құбыр жүйесі 1962 жылы іске қосылды. Сол кезде сүзгілеу алқабының құрылысы басталған еді. Бір жылдан соң оның аумағы 14 гектарды құрады. Жыл санап облыс орталығы жер көлемінің ұлғаюы тұндырғы алқабының кеңеюіне әкеліп соқтырды. Бүгінде оның аумағы 200 гектарға жақындап қалды. Тұндырғыштың қуаттылығы тәулігіне 45 мың кубты құрайды, бірақ мұнда қазір 65-70 мың куб қалдық төгіледі. Егер тұндырғы тереңдігі 1,5-2 метр болу керек болса, лайдың жиналған соншалық қазіргі тереңдік 1 метрге жетпейді. Құрылыстың жүргізілгеніне жарты ғасырдай болса да, мұндағы соңғы жөндеу жұмыстары 90-шы жылдардың басында ғана жүргізілген екен. Фильтрация алқабы Тараз су коммуналдық мекемесінің балансында болғанымен күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге қауқарсыз. Біз барлық тиісті шараларды орындап жатырмыз. Мысалы, кептіру, құбырларды айдау сияқтыларды. Соның өзінде бұл шаралар бізге көмектеспей жатыр. Тез арада құбырды тазалау құрылғысының құрылысын бастау қажет. Әрі қарай күтуге болмайды, уақыт тығыз. Жыл сайынғы ағымдағы жөндеу жұмыстарына 80 миллион теңге қаражат жұмсалады. Бірақ жұмсалған қаржы жерге ұшқанмен тең, өйткені сүзгі алаңы әрі қарай жүйелі жұмыс істеуге қабілетсіз. Бұлай әрекет етпеске тағы басқа амал жоқ. Егер тіпті қараусыз қалдырса, жағдайдың одан әрі ушығары сөзсіз. Осылайша әр жылы әупірімде келген Тараз судың дағдарыс жағадан алған тұста қаражат құюға мүмкіндігі жоқ. Ал мамандардың сөзіне сенсек, жаңа тазарту құрылысының құрылысына 25 миллиард теңге қажет екен. Жоба өте ауқымды, сондықтан біз жергілікті атқарушы орган ретінде ендігәрі қаржы бере алмаймыз. Әрине, инвесторларды тартып, қызығушылықтарын оятуға болады. Дегенмен осы мәселе жөнінде 1-2 инвестор келген болатын. Біз де бұл жобаны тезірек бітіруге асықпыз. Бірақ жергілікті орган ретінде біздің бұған шамамыз келмей отыр. Ал бюджеттен бөлінетін қосымша қаржы жетіспейді. 2008 жылы алматылық компания тазалау құрылғысының құрылыс жобасын дайындайтын байқауды жеңіп алған. Бұған сол кезде мемлекеттік бюджеттен 170 миллион теңге бөлініпті. Алайда сараптама жұмыстары жобаны мемлекеттік талапқа сай емес деп таныған. Ал 2011 жылы жобаға түзету енгізу үшін облыстық бюджеттен тағы 20 миллион теңге бөлінген болатын. Бірақ жобамен тағы да әлгі алматылық компания айналысады. Нәтижесінде мемлекеттік сараптама екінші жобаны мақұлдамай тастайды. Мұнан соң жоба әзірлеушісі ізін суытады. Қазір барлық құжаттар құқық қорғау органдарының қолында. Осылайша қарға келіп қаңқ етіп, сауысқан келіп саңқ етіп кете барды. Ал тірлікті дер кезінде орындамағандардың салғырттығынан қазір жергілікті халық жапа шегуде. Өйткені қалдық су сіңіп жатқан жерасты суын қазір жамбылдықтар ас су ретінде пайдалануға мәжбүр. Нұрлан Асқар, Юрий Черногоров, Серік Тәжібаев, 7-7 News.